Осы видео сабақта видеоны монтаждауда ұстазға қажет болатын негізгі амалдарды көрсетеміз. Кез келген монтаждау бағдарламасының негізгі аймағында бірнеше қатар болады. Әр қатарға әртүрлі медиа файл орнатылады. Movavi-дің монтаждау аймағында 3 негізгі қатар бар. Ол текстке арналған қатар, видео файлға арналған қатар және аудио файлға арналған қатар. Мысалы, аудиоға арналған қатарға текст немесе видео орната алмайсыз. Бірақ аудиоға арналған қатарда параллель ойнатылатын бірнеше қатар аудио файл орнатуға болады. Сонымен видеоны монтаждауды бастайық. Ең бірінші амал видеоны қырқу немесе біріктіру. Оны жасау үшін қырқу керек видеоны таңдайсыз. Егер файл компьютеріңізде болса, оны бағдарламаға жүктеу үшін добавить файл батырмасын басасыз. Ал мұндағы запись видео батырмасын бассаңыз, веб-камераңыз арқылы видеоны жазуға немесе захват экрана батырмасын басу арқылы экраныңызды жазып алуға да болады. Біз мысал ретінде бағдарламаның өзінің видеоларын қолданып көрсетеміз. Бұл видеода 10-нан 1-ге дейін кері есеп жүреді. Біз осы видеода кері есепті 10-нан емес 5-тен бастап жүретінді етіп өзгертеміз. Ол үшін видеоны қосып, қажет жеріне жеткенде тоқтатамыз. Содан соң, жоғарыдағы қайшының суреті бар белгіні, яғни разрезать батырмасын басамыз. Енді өзімізге қажет емес бөлігін өшіріп тастаймыз. Ал видеоны біріктіру тіптен оңай. Өзіңізге қажет видеоны таңдап, алдыңғы видеоның қасына орната саласыз. Сонда бағдарлама бірінен кейін бірін көрсететін болады. Фильтры бөлімінде видеоңызды басқа түспен әрлесеңіз болады. Мұнда сіздің видеоңызды түрлендіре алатын 170-ге жуық фильтр түрі бар. Оны жасау үшін кез келген фильтрді мышканың көмегімен жылжытып әкеліп, қажет видеоның үстіне орнатасыз. Бір видеоның үстіне 2 немесе одан да көп фильтр түрін қолдануға болады. Осы видеоны әуенмен әрлеу үшін әдеттегідей добавить файлы батырмасын басып, компьютеріңізден қажетті музыканы таңдап аласыз. Немесе мұндағы музыка бөліміне кіріп, өзіңізге ұнаған музыканы таңдап алсаңыз да болады. Егер сіздің музыкаңыз видеоңыздан ұзын болса, онда қайшы белгісі арқылы қырқып, қажет емес бөлігін өшіріп тастау қажет. Тура солай звуки бөліміндегі дыбыстарды да қолдануға болады. Бір видеодан екінші видеоға ауысу кезінде қандайда бір эффекттің болғанын қаласаңыз, онда переходы бөліміне кіріп, өзіңізге ұнаған кез келген переход түрін таңдасаңыз болады. Егер переход үстіне бір рет бассаңыз, алдын ала көру аймағында переходтың түрін көре аласыз. Ал оны екі видеоның арасына орнату үшін мышкаңыздың көмегімен жылжытып әкеліп, қажет жерге орнату керек. Текст орнату үшін титры бөліміне кіресіз. Мұнда 50-ден аса тексттің түрлерін тегін қолдануға болады. Әрбір текст үстіне бір рет басу арқылы, олардың видео ішінде пайда болу эффектісін алдын ала көруге болады. Тексттің үстіне 2 рет басу арқылы жазуды өзгерте аласыз. Стикері бөлімінде 150-ге жуық фигуралар, анимациялар, комикстер, смайликтер және тағы басқа стикерлер бар. Оларды орнату үшін өзіңізге ұнаған кез келген түрін таңдап, видеоның қажет жеріне әкеліп қоясыз. Ұзақтығын және өлшемін қалауыңызға қарай реттейсіз. Тура осылай сіз видеоңызды монтаждауды жалғастыра бересіз. Бұл өте оңай, дегенмен сізге арнайы уақыт бөліп, бағдарламаның ішіндегі әрбір медиа файлды, атап айтқанда переход, текст, анимация, стикер, фильтр түрлерін көріп шығуды кеңес береміз. Бұл сіздің видеоны монтаждау дағдыңызды одан әрі арттырады.